Қазақстан табиғаты көркем, жануарларға бай ел. Біздің елімізде ерекше қорғалатын табиғи аймақтар бар. Олар қорықтар деп атаймыз. Қорық табиғатты қорғау үшін арнайы бөлінген аймақ. Қорықта аң-құсты аулауға, ағаш кесуге, табиғатқа зиян келтіруге болмайды. Ондағы өсімдіктер мен жануарлар мемлекет қорғауында болады. Қорық табиғаттың қауіпсіз үйі. Қазақстанда көптеген қорықтар бар. Мысалы, Ақсу-Жабағылы қорығы, Қорғалжын қорығы, Наурызым қорығы, Марқакөл қорығы, Қатон-Қарағай ұлттық табиғи паркі. Бұл қорықтарда қар барысы, арқар, аю, бүркіт, қоқиға сияқты сирек жануарлар мекендейді. Шығыс Қазақстандағы ең көркем жерлердің бірі Қатон-Қарағай. Бұл жерде биік таулар, қалың ормандар, мөлдір өзендер бар. Осында ерекше жануар марал мекендейді. Сәлем достар, мен Маралмын. Мен Қатон-Қарағай жерінде өмір сүремін. Менің салмағым 200-ден 300 килограммға дейін жетеді. Менің ең әдемі ерекшелігім үлкен тармақталған мүйіздерім. Менің мүйіздерім жыл сайын түсіп, қайтадан өсіп шығады. Олар өте мықты және ауыр болады. Мен жасыл шөппен, жапырақтармен және бұтақтармен қоректенемін. Жазда жайқалған шалғында жайыламын, ал қыста ағаштардың қабығын да жеймін. Мен табиғатты жақсы көремін және тыныш, таза жерде өмір сүргенді қалаймын. Сондықтан мені және менің достарымды қорғау өте маңызды. Қорықтар табиғатты сақтайтын қасиетті мекендер. Егер біз табиғатты қорғасақ, ол да бізді қорғайды. Табиғатты аялау әрқайсымыздың міндетіміз.